Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге бүгін судан дайындалатын құймақтың рецептісімен толыққанды бөлісетін боламын. Сүттен жасалатын құймақтан еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, ажурный болып шығады, жұмсақ болып. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа жарып салып, оған 3 ас қасық қант салып, жақсылап ерігенше венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Толыққанды араласып болғаннан кейін, оның үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Бірақ мен сұйық май құйған жерім видеоға түспей қалыпты. Сіздер ұмыт кетпей, сұйық май құйыңыздар, 3 ас қасық. Және бізге одан кейін су қажет болады. Жылы суды құйып, тағы да бір араластырып, судың мөлшері 250 грамм. Одан кейін ұн қосатын боламыз. Ұнның мөлшері 250 грамм болады. Аз-аздан салып араластырып отырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Толыққанда барлығын түйіршік қалмайтындай етіп араластырасыздар. Ендігі кезекте қайнап тұрған су. Яғни қайнап тұрған суымызға үлкендеу ыдысқа аламыз. 1 шай қасық нан содасын салып араластырып, одан кейін сұйықтығымызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне осындай сұйықтықта болады. Сұйықтау болады. Енді пешімізді қыздырып қоямыз. Енді арнайы құймақ пісіретін табамызды қыздырып қоямыз. Сұйық май құйып, жан-жағына жеткізіп жағып шығамыз. Табамыз қатты қызу керек, сонда құймақтар өте жақсы шығады. Енді қызып тұрған табамызға ожаумен құйып, пісіре береміз. Міне бетіне осына түйіршік тесік пайда болады. Одан кейін шетіне лопатканың көмегімен келесі бетіне аударамыз. Осылай тез пісіре беретін боламыз. Тағы да қайталап көрсететін боламын. Мінекей құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, жұқа, ажурный болып шығады. Қолжетімді үйдегі бар заттармен жасалады. Видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл менің каналымның әрі қарай дамуына үлесі зор. Алдын ала рахмет. Сіздермен болған Жансая. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.